Ассаляму алейкум, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздерге осындай шайға өте дәмді чак-чактың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып, шым-шым тұз, ас содасын салып, осылай миксердің көмегімен жұмыртқалық массамыз көпіргенше жақсылап араластыратын боламыз. Жұмыртқалық массамыз дайын болғаннан кейін ұнымызды 3 бөлікке бөліп, осылай біртіндеп салып, қасықтың көмегімен жақсылап араластырып, яғни қамырымызды илеуге кірісетін боламыз. Қасықпен араластырып болғаннан кейін осылай қасықтан ұнымызды тазартып, қолымыздың көмегімен қамырымызды ары қарай жалғастырып илейтін боламыз. Қамырымызды өте қатты қылмаймыз, яғни орташа қаттылықта жақсылап илеп, целлофанға салып 15-20 минут көлемінде бөлме температурасына қоятын боламыз. Келесі кезекте ұнымызды сеуіп, осылай оқтаудың көмегімен қамырымызды жаюға кірісетін боламыз. Яғни қамырымызға ұнымызды жақсылап сеуіп жаюымыз қажет болады, өйткені қамырымыз жабыспақ болғандықтан оқтауларыңызға жабысып қалуы мүмкін. Сондықтан ұнды аямай сеуіп, осылай жұқалап, жақсылап жайып шығатын боламыз. Келесі кезекте пышақтың көмегімен осылай ұзынша етіп барлығын кесіп алатын боламыз. Яғни қамырымыз 1 см көлемінде болса болғаны, одан кейін осылай бірінің үстіне бірін қойып, осы бөліктерімізді жақсылап осылай ұсақтап турап алатын боламыз. Туралған бөліктерімізді осылай ажыратып тақтайшаға тізіп шығатын боламыз. Келесі кезекте майымызды жақсылап қыздырып алатын боламыз. Қызып болғаннан кейін осылай кішкене көлемде салып, араластыра отырып, чак-чагымызды қызарғанша жақсылап қуырып алатын боламыз. Және де майынан жақсылап сорғытуды ұмытпаймыз, өйткені жаңағыдай сиропқа салған кезде майы шылқылдап кетпеу керек. Сондықтан осылай майынан жақсылап сілкіп, сорғытып, бөлек ыдысқа алатын боламыз. Келесі кезекте сиропын дайындауға кірісеміз. Бөлек ыдысымызға суымызды, қантымызды салып, бір қайнағанша осылай араластыра отырып, қантымыз толықтай ерігенше жақсылап араластыратын боламыз. Сиропымыз кішкене қайнағаннан кейін 2 қасық балымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Яғни бұл жерде бізде қантымыз және де балымыз жақсылап еруі қажет болады. Және де осылай лимон сығындысын салып, жақсылап араластырып, тағы да кішкене қайнататын боламыз. Дайын болғаннан кейін дайын чак-чагымызға сиропымызды құйып, осылай қасықтың көмегімен жақсылап барлығын араластырып шығатын боламыз. Және де бетіне әсемдік үшін мен макты сеуіп шықтым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша кунжут немесе қант ұнтағында қолданып сеуірлеріңізге болады. Міне біздің чак-чагымыз дайын болды. Шайға өте дәмді болып шығады. Барлығыңызға ас болсын.